Баяғыда бір қу түлкі өмір сүріпті. Оның айласымен қулығына алданып қалмайтын жан жоқ екен. Бір күні ол өзіне қонақ болып келген тырнаны қалай алдасам екен деп ойлайды. Түлкі ормандағы үйіне тырнаны шақырып, өзінің жомарттығын көрсеткісі келеді. Қуанып келген тырнаны жылы қарсы алған түлкі дастарханға сорпа қояды. Бірақ сорпаны ол жалпақ табаққа құйып әкеледі. Түлкі өз тілімен жалап жұқтап сорпасын жеп алады. Ал тырна ұзын тұмсығымен табақты тырсып та жей алмайды. Тырна аш қалады. Түлкі ішінен күліп отырып: «Ой, тырна досым, тамақ ұнамады ма?» деп қалжыңдайды. Тырна болса ештеңе айтпайды. Бірақ оның көңіліне қаяу түседі. Сөйтсе де ол сыпайылық танытып: «Ештеңе етпейді, түлкі достым. Ертең сен менің үйіме қонақ бол» дейді. Келесі күні түлкі тырнаның үйіне келеді. Тырна оны жылы қарсы алып, дәмді тағам пісіреді. Бірақ тамақты ұзын мойынды, жіңішке құмыраға салып әкеледі. Тырна тұмсығымен құмыраға еркін кіріп, тамақты рахаттана жейді. Ал түлкі болса құмыраның ішіне басын тыға алмай, тамақты жей алмай қалады. Түлкі енді өзінің кешегі жасаған айласы өзіне қайтып келгенін түсінеді. Сөйтіп тырна: «Көрдің бе, түлкі? Әркім өзіне жасаған ісін бір күні қайта көреді. Басқаларға жасалған қулық пен қорлық ешқашан жақсылыққа әкелмейді» дейді. Түлкі қатты ұялады. Ол ойланып тырнадан кешірім сұрайды. Содан бері түлкі ешкімге қулық жасап мазақ етпейтін болыпты. Ал тырна болса ақылды әрі сабырлы дос болып қала беріпті.